Мақсат ағай, Қазақстан адам саны қанша? 20 миллиондай. Нақтырақ шу. Нақтырақ айтатын болсақ, 20 миллион 182 мың 1 тамыз 2024 жылғы санақ бойынша. Енді қараңыздар, мен 20 миллиондай деп айттым, ол дұрыс па, әлде қате ма дейтін болсақ, мен жуықтап, дөңгелектеп айта салдым. Ол 20 миллион 182 мың 3 адам, ол 20 миллионға жақын ба, әлде 21 миллионға жақын ба? Әрине 20 миллионға. Сондықтан осыны не деп айтады? Дөңгелектеу деп айтады. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер, пікір жазсаң, вообще тигр боласың. Енді осының нақты көшейікші сандарға қалай түсіндіреді екен. Мысалы, алдындағы біздегі Қызылорда облысы мен Алматы облысының аудандарын алайық. В предыдущей серии 223.984. Екеуінде мыңдыққа шейін дөңгелектейікші. Мыңдыққа дейін дөңгелектеу деген, сіз мыңдығын тауып аласыз. Мысалы, 223.984-те ол 3 деген цифр, ол мыңдық разрядты білдіреді. Енді одан кейінгі цифрға қарайсыз сіз. Ол 9 болып тұр ғой, Егер одан кейінгі цифр 5 немесе 5-тен үлкен сан болатын болса, біз мыңдыққа біреу қосамыз. Сонда ол 224 болып кетеді. Мыңдыққа шейін дөңгелектеген кезде. Мысалы, Қызылорданың біз ауданын алатын болсақ, 226.19 ғой, километр квадрат. Енді мыңдыққа дейін жоқтық. Бұл жердегі мыңдық разрядтағы цифр ол 6 ғой. Енді 6-дан кейінгі цифрға қарайсыз. Кейінгісіне қарайсыз, яғни жүздігіне. Өйткені мыңдықты жоқтауады, дөңгелектеп жатырып. Ол 0, ол 5-тен кіші ғой. Демек, 6-ға ештеңке қосылмайды. Сонда 226.000 километр квадрат болады. Мыңдыққа дейін осылай дөңгелектедік. Енді тағы да бір мысал алайық. 35.846 деген санды біз 10-дыққа да, 100-дікке дейін, мыңдыққа да, 10-мыңдыққа дейін дөңгелектеп шығайықшы. Енді қараңыз, 10-дыққа шейін дөңгелектесек, бізде 10-дықтан кейінгі бірлік тұр. Ол бізде 6-ға тең. Ол 5-тен үлкен ғой. Демек 10-дыққа біреу қосылады. Сонда 35.850 болады. Себебі 4-ке біреу қосылып кетті. 6 5-тен үлкен болғандықтан. Енді 100-дікке дейін жоқтайық. 35.846, так, 8 жүздік, келесі цифрасы 4 болып тұр ғой. Бұл 5-тен кіші. Демек, 35.800 ғана бола салады. Ешқандай сан қосылмайды. Себебі, одан кейінгі цифр 5-тен кіші болып тұр. Енді мыңдыққа дейін жоқтайтын болсақ, 35.846-ны, қане өздеріңіз? Айдың гүл сен айтшы, самал жел сен айтшы. Дұрыс, 36 болады, өйткені 5 мыңдықтан кейінгі цифр, 8 ол 5-тен үлкен ғой, жүздігіміз. Демек, біреу қосылады да 36 болады. 10 мыңдыққа дейін жоқтайтын болсақ, енді 10 мыңдық бізде 3 разряды. Потом келесін қарайтын болсақ, ол 5. Егер біз бағана айтқан кезде 5 дедік, және 5-тен үлкен, яғни 5-тен бастап қосылады. Сонда 5 саналатындықтан біз біреу қосамыз, сонда 40 мыңға дейін жоқтаймыз.